Сәлеметсіздер ме балалар? Халықаралық ұйымдар және Қазақстан. Жалпы халықаралық ұйымдар дегеніміз не? Яғни бұл халықаралық құқықтың нормалары мен принциптеріне сәйкес жалпы мақсатқа жету үшін әрекет ететін және тұрақты мемлекет аралық келісім шарттың негізінде құрылған егеменді елдердің бірігуі екен. Жалпы халықаралық ұйымдарды аттары әртүрлі. Ол лига, ассоциация, ұйым, одақ, қор, банк, бұның барлығы халықаралық ұйым деп айтылады. Жалпы халықаралық ұйымдардың көрсеткіштері бірнеше көрсеткіш арқылы жіктеуге болады. Яғни, біріншіден олардың мүше болу сипатына байланысты. Яғни, мүше болу сипатына қарай, оны біз үкімет аралық және үкіметтік емес деп бөлуге болады екен. Екіншіден, қатысушылар сипатына байланысты. Оны да бөлуге болады. Яғни, біріншіден ол әмбебап. Яғни, барлық жаңағы мемлекет қатысу үшін ашық деген сөз. Екіншіден, аймақтық. Яғни, белгілі бір географиялық аймақта орналасқан ұйым деп айтуға болады. Мысалы, Африкалық бірлік ұйымы, немесе Парсы шығанағындағы арабтар ынтымақтастығы деген сияқты. Үшінші, ол аймақ аралық. Аймақ аралық дегеніміз жаңағы аймақтық ұйымның шеңберінен шыға алмайтын белгілі бір көрсеткіштер қатарымен шектелген. Мысалы, Парсы шығанағындағы елдерді мұнай экспорттаушы, ОПЕК ұйымы, немесе Ислам конференциялық ұйымы деген сияқты ұйымдарды айтуға болады. Және үшінші, бұл құзыреті бойынша. Бұл балалар халықаралық ұйымдардың көрсеткіштері. Яғни құзыреті бойынша жалпы құзыреті, яғни қызметі мүше мемлекеттердің арасында барлық салаларды қамту деген сөз. Яғни саяси сала, экономикалық, әлеуметтік, мәдени тағы басқа. Екінші, арнайы құзыреті. Арнайы құзыреті. Яғни бұл ынтымақтастықта арнайы бір сала бойынша деген сөз. Яғни саяси сала, экономикалық сала, денсаулық, ғылыми, діни сала деген сияқты. Міне, бұл халықаралық ұйымдардың жіктеу көрсеткіштері. Яғни мүше болу сипатына, қатысушылар сипатына және құзыреті бойынша жіктелуі. Енді жалпы Қазақстан Республикасы көптеген ұйымдарға мүше. Оның ішінде Тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Біріккен ұлттар ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Европалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы деген сияқты. Сонымен жалпы Қазақстан Республикасы ары қарай талдайық. Яғни бірінші 1991 жылы Тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше болған екен. Яғни 21 желтоқсанда Алматыда 11 егеменді елдің арасында келісімдік хаттамаға қол қояды, Алматы декларациясы қабылданады. 1993 жылы желтоқсан айында Грузия мемлекеті ТМД-ның құрамына кіреді, бірақ 2009 жылы 18 маусымда Грузия мемлекеті ТМД құрамынан қайтып шығып кетеді. 1992 жылдың 2 наурызында Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүше болады. Яғни, Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 46 отырысының қабылдануымен 46-да 244 қарары бойынша Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымына мүше болады. Дәл қазіргі уақытта Қазақстанда Біріккен ұлттар ұйымының 15 өкілеттілігі жұмыс жасайды екен. Сіздер оны білесіздер. Мен атап өтейін, мұқият тыңдаңыздар. Яғни,
Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы, Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры, Біріккен ұлттар ұйымының халық қоныстану қоры, ЮНЕСКО мысалы білім, ғылым және мәдениет, Біріккен ұлттар ұйымының Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі және комиссарының басқармасы, бүкіл әлемдік даму қоры, Біріккен ұлттар ұйымының еріктілер басқармасы, халықаралық еңбек қоры, бүкіл Біріккен ұлттар ұйымының өнеркәсіпті дамыту бағдарламасы осылай кете береді. Яғни дәл қазіргі уақытта Біріккен ұлттар ұйымының 15 өкілеттілігі жұмыс жасайды екен. Оның барлығы жаңағы үлкен әріптермен қысқартылады. Мысалы, ЮНЕСКО, БЖБК, ДОС деген сияқты, жаңа денсаулық сақтау ұйымы сияқты. Осындай 15 өкілеттілік жұмыс жасайды екен. 1992 жылы Европалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстан мүше болады. Бұл ұйымға мүше болуы Семей ядролық полигонының жабылуы және әртүрлі ядролық қару-жарақты қолдануды тоқтатуға әкеп соқтырды. Яғни оның нәтижесі деп айтсақ болады. Жалпы Европалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының миссиясы орталық Азияда тұрақтылықты сақтау және аймақаралық қауіпсіздікті нығайту болып табылады. Жалпы осы ұйымға Қазақстан төрағалық еткен, және 11 жылдан соң Астанада осы экономикалық қауіпсіздік және ынтымақтастық саммиті өтеді, Астана декларациясы қабылданады. Жалпы бұл ұйымның 4 ұраны бар, яғни ол бірінші сенім, екіншіден дәстүр, үшіншіден ашықтық, төртіншіден толеранттылық. Бұл оның ұраны болып табылады. Келесі 1995 жылы 12 желтоқсанда Ислам конференциясы ұйымына Қазақстан мүше болады. Араб-түрік мемлекеттерінің арасында ынтымақтасты қалыптастыру мақсатында. Кейіннен бұл ұйым, яғни ол Ислам конференциясы ұйымы. Кейіннен бұл ұйымның аты өзгертіледі. Яғни 2011 жылы оның аты Ислам қауымдастық ұйымы болып өзгертіледі. Яғни бұл жерде негізгі күн тәртібінде қолданған сұрақтар, яғни саяси, гуманитарлық, экономикалық ынтымақтастық, терроризммен күрес, гендерлік теңсіздік және діни төзбеушілік сияқты мәселелер қарастырылады. Ал 1996 жылы Шанхай бестігі, Шанхай ынтымақтастық ұйымы болды. Кейіннен Шанхай бестігінде Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан және Қытай мемлекеттері ұйым болады. Кейіннен оның құрамына көптеген мемлекеттер кіріп, Шанхай бестігі емес, Шанхай ынтымақтастық ұйымы болып қайта құрылады. Тағы бір ұйымға тоқталатын болсақ, бұл Қазақстан және ұжымдық қауіпсіздік бойынша келісімдер ұйымы. Оған 92 жылы Ташкент қаласында келісім шартқа қол қойылған екен. 2002 жылы бұл ұйым Мәскеуде жаңағы осы ұйымды құруға қайта шешім қабылданады. Жалпы бұл ұйымның мақсаты не? Аймақтық экономиканың даму үшін қолайлы жағдайлар туғызу, ал бағыты оның көлік, коммуникация, энергетика, қоршаған ортаны қорғау, білім және денсаулық болып табылады. Жалпы Қазақстан осындай өзінің тұрып жатқан халқын бейбітшілікте сақтау және халықтың жағдайын жақсы жағдайда ұстау үшін әртүрлі халықаралық ұйымдарға мүше болуды жоспарлайды және мүше болып отыр. Міне балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы, яғни халықаралық жалпы ұйымдар және оған біздің мемлекетіміздің мүшелігі болып табылады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.